Баршаңызға сәлем, құрметті оқырмандарым. Бүгін кешкі асқа жеңіл гуляш тағамын дайындайтын боламыз. Ол үшін картопты қабығын аршып, жуып, тез пісу үшін ұсақ бөліктерге бөліп, кішкене тұз салып, үстінен салқын су құйып, қайнататын боламыз. Ол қайнағанша етімізді дайындаймыз. Етімізді ұсақ бөліктерге бөліп, кесіп аламыз. Құрметті оқырмандарым, видеоны соңына дейін қарап, осы видеоға лайк басып, пікір қалдыруды да ұмытпаңыздар. Енді бір бас пиязымызды да ұсақтап турап алатын боламыз. Гуляштың бұл жасалу жолына біз ешқандай да томат пастасын қоспайтын боламыз. Керісінше тек қана ет пен пиязды ғана қосып жасайтын боламыз. Жалпы үйдегі бар ғана қарапайым ғана заттардан жасалады. Дәміне қарай кішкене тұз қосамыз. 2 ас қасық соевой соус қосамыз. Етіңіз көбірек болса, 3 ас қасық қоссаңыздар да болады. Біз бұны етті маринаттауға қоямыз тез пісу үшін. Сол кезде біздің етіміз әбден жұмсарып, тез пісіп шығатын болады. Жақсылап қолымызбен араластырып, 1 сағатқа немесе 40-50 минутқа қойып қоямыз. Табамызды қыздырып, үстіне сары май саламыз, болмаса сұйық май құйсаңыз да болады. Сары маймен өте дәмді болып шығады. Енді біз маринатталған етімізді саламыз және орташа отта астын қатты шығармаймыз, қуыратын боламыз. Енді осы етіміздің үстіне 1,5 ас қасықтай ұн саламыз. Қатты көп салмаңыздар және ұн салған бойда жақсылап тұрып араластырамыз. Ұнымыз ішінде түйіршік болып қалып қоюы мүмкін. Сол үшін толығымен араласқанша араластырамыз. Одан кейін үстінен 1,5 стакандай су құйып, жақсылап қайнататын боламыз. Құрметті оқырмандарым, каналымның кішкене болса да жоғары қарай дамуына өздеріңіздің үлестеріңізді қоса аласыздар. Ол үшін осы видеоны достарыңызға, таныстарыңызға, WhatsApp группаларда немесе басқа да әлеуметтік желілерге поделиться етіп бөлсеңіздер, каналымның дамуына септіктеріңізді тигізесіздер. Енді осы кезде дайын болған картопымызды жақсылап суынан сүзіп аламыз және үстіне сары май қосамыз және жарты стакандай сүт құйып, қатты көп құймаңыздар. Осындай езгішпен пюре жасап картопымыздың барлығын еземіз. Енді картопымызды осылай езіп алғаннан кейін тағы да біз үйдегі миксермен миксерлейтін боламыз. Неге? Себебі қараңыздаршы, миксерлеу барысында біртіндеп біздің картоп езбесі пюреміз ақ түске айналып жатыр, байқасаңыздар. Себебі біздің пюреміз воздушный болып, одан әрі дәмді өте керемет болып шығады. Дәл осылай міндетті түрде жасап көріңіздер. Барлықтарыңызға да ұнайтынына сенімдімін. Дәл осылай өте керемет болып шығады. Енді осы пюремізді жаңағы дайындап алған подливамызды құйып, шетіне бетін қалауынша әсемдеп, ауызашарға қасына жеңіл бір салатпен ұсынсаңыздар, өте керемет болып кетеді. Міндетті түрде осылай жасап көріңіздер. Баршаңызға ас болсын, ұстап жатқан оразаларыңыз қабыл болсын.